Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен бірге оливье салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Оливье салатын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге картоп керек. Менің картоптарым ұсақ, сондықтан көбірек алдым. Болмаса 3-4 штук алсаң жеткілікті. Сәбіз, менің сәбізімде бүгін ұсақ. 1-1,5 сәбіз алсаң жеткілікті. Горох. Және де мен тауық етін, қайнатылған тауық етін турап дайындап қойдым. Орнына шұжық қолдансаңыз болады, немесе сиыр етін қолдансаңыз болады. Және де соленый огурцы және 3 дана жұмыртқа қажет. Барлығын бір келекке етіп тураймыз. Кубиктап турайтын боламыз. Шамамен былай. Неге барлығын турап алдық. Енді барлығын үлкен ыдысымызға саламыз. Tauық етін де саламыз. Енді өз қалауымызша майонез қосамыз. Шамамен 3 қасықтай. Енді барлығын бір келекке етіп араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Енді дастарханға ұсынатын тарелкамызға саламыз. Бетіне өз қалауымызша укроп, яғни ас көп сепсек болады. Және де тағамға мен тұз салған жоқпын, себебі майонездің өзінің тұзы жеткілікті. Егер сіз қатты ащыны ұнататын болсаңыз, онда барлығын араластырған кезде тұзды салып араластыруды ұмытпаңыз. Сонымен достар, біздің салатымыз дайын. Сіздер жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыз. Ал мен сіздермен қоштаспай, келесі видеоблогта жүздескенше.